Сәлеметсіздер ме, көрермендерім? Аллергия мазалап, бас сақинасы, қояншық ұстамасы ұстай ма? Қол жолдар мен бауыр аурулары мазалай ма? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен қызықты пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Органикалық және органикалық емес заттардың аралас қоспасы саналатын қара қоңыр түсті мумия негізінен тау заттарында жинақталады. Халық емінде оны сынған сүйектің тез бітуі үшін қолданылатыны мәлім. Әйткенмен, мумияның кәдеге асар кезі жалғыз ол емес. Суда тез еритін түзіліс астан улану, бас сақинасы, қояншық ұстамасы, сал, паралич, асқазан мен іше жолдары жарасында, қол жолдары мен бауыр ауруларында қолданылады. Негізінен мумия аз мөлшерде зиян емес. Қайта жүрек соғысын реттеуде, тамақ безі қабынғанда, бүйрек пен бауыр жұмысын жақсартуда жәрдемі көп. Мумия дәріханаларда сатылады. Тек мумия таза болу керек. Оны аңдау қиын емес. Мумияның аз ғана мөлшерін алақанда ұстап тұрасыз. Егер ол жылы келе аздап жұмсарып ерсе, таза болғаны, ал міз бақпаса, оны қолданудың қажеті жоқ. Жалпы ағзаның қуатын арттыру үшін 2 грамм мумияны 10 ас қасық қайнатылған жылы суда ертіп қойып, күнде таңертең аш қарынға 1 ас қасықтан ішіп жүру керек. Одан кейін 5 күн демалып, емді тағы жалғастыруға болады. Бірақ бұл жолы 2 грамм мумияны 10 ас қасық балға араластыруға жет. Оны күнделікті кешкі астан 3-4 сағаттан кейін ішкен дұрыс. Тағы да 5 күн демалған соң алғашқыдай суға араластырып, тағы 10 күн таңғы аш қарынға қабылдасаңыз, ішкі ағза мүшелерінің жұмысы жақсарады екен. Сонымен қатар, асқазан мен ішекті жайсыздықтар, тамақ безінің қабынуы, қуықтағы суықтауларда осы еммен қатар келмеске кететін көрінеді. Сондай-ақ жүрек соғысы реттеліп, бас сақинасы да едәуір кемейді. Артрит, ревматизм сияқты буын ауруларына да мумияның көмегі бар. Бірақ бұл жолы мумияны суға емес, емдік шөптер тұнбасына араластыру керек. 20 дана ит мұрынды дәнінен тазартып, үстінен 100 грамм қайнаған су құйып, термоста 3 сағат тұндырып қоясыз. Сосын үстіне 5 грамм мумия қосады. Оны 6 ай бойы таңертең және кешке 1 ас қасықтан ішіп тұрады. Мумия өте күшті антиаллерген болып табылады. Ол үшін 1 грамм мумияны 1 литр жылы суда ертесіз де, күнде таңертең 1 уақытта аш қарынға ішіп тұрасыз. 1-ден 3 жасқа дейінгі балаларға 50 миллиграмм, 4-7 жастағы балалар үшін 70, ал 8 жастан асқан жандарға 100 миллиграмм ішу керек. Экзема, псориаз кезінде тері ауруларында да мумияны емге қолдануға болады. Ол үшін 1 грамм мумияны 100 миллиграмм суда ертіп, жараны суымен жуу қажет. Емдеу мерзімі 20 күн. Бүгінгі видеом осымен аяқталды. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.